Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер? Бүгін өте дәмді және пайдалы салаттардың бірі винегрет салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Классикалық винегрет салатын дайындау үшін бізге қызылша, картоп, сәбіз, квашеный капуста, тұздалған қияр, консервіленген горох қажет болады және тұзды бұрышты дәміне қарай қосамыз, өйткені тұздалған заттар бар және араластыруға сұйық май қажет болады. Қызылша, картоп және сәбізді қайнатып суытып аламыз және барлық осы көкөністерді осылай төрт бұрыштап турап аламыз. Осы көкөністеріміздің үстіне квашеный капуста саламыз. Рецептісі менің каналымда бар. Үстіне жасыл бұршағымызды, тұзбен бұрышымызды және сұйық майымызды қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Және аздап пияз қосылу керек. Қоспайын десеңіздер, өз еріктеріңізде. Барлығын біркелкі етіп жақсылап араластырып, тұтына беруге болады. Егер видео сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дайын салатымызды тарелкалерге салып, ұсына берулеріңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын.